Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде керемет батл челлендж видео болайын деп тұр. Біз 24 сағат черный деген цветті таңдадық. Ал екінші команда осы видеоның жартысында ақ түсті таңдады. Олар 24 сағат бойы ақ түспен тамақтанып, киініп, өмір сүретін болады. Ал біз черный цвет таңдадық. Біз любимый цветіміз негізі черный. Бізде черный киімдер көп. Жасмин даже басына дейін черный киім киіп алыпты. Мен орамалын тағып алыпты Жасмин. Күшті болып тұр. Ал Тамикош черный куртка, черный джемпер, черный шалбар. Жасминнің черный курткасы бар еще. Мінекей полностью біз челленджді қабыл алып, батылды Құдай қаласа жақсы атқарып шығамыз деген ойдамыз. Және де отқан командаға 50 мың теңге, яғни қай команда ұтқанын достар сіздер таңдайтын боласыздар. Комментке жаза отырыңыздар, Көпжасаровтар ма, әлде келесі команда ма ұтқанын. Кнопка тұр, осыған басыңыздар. Және де, достар, осы каналға тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыздар, Сосын колокольчик басыңыздар. Колокольчик бәрін баспаңыздар. Ал достар, біз қазір бірінші очередь киімдеріміз черный киім киіп алдық. Қазір Арстанға дейді. Арстан, темқа дейін. Қазір черный киім кигізіп қоямыз. Міне киімдер дайын тұр. Арстан кел қазір. Черный киімдерін кигіземіз да. И біз қазір магазинге барып черный тамақтар аламыз. Вау! Қазір черный мот іздеп көреміз. Сосын батутқа барып ойнаймыз, черный киім. Сосын достар шопинг жасап, черный киімдер сатып аламыз. Айна кетем дейді Арстан. Болды достар, ал біз бастаймыз. Ал біз көшеге шықтық. Міне Арстан чокта ішінен қара киім киіп алды. Мен де черный орамал, черный киімді киіп алдым. Тамикошта, Жасмин де черный киімдер киіп алды. Мінекей. Папа да черный емес. Папа да черный носки киіп алдым. Папа да черный жекет қана бар екен бізде. Сол черный жекетін киіп алды. Енді біз қазір киім алуға, яғни шопинг жасауға да барамыз, әрі маркетке барамыз, әрі батутқа барамыз. Енді бүгінгі күніміз өте қызықты өтейін деп тұр. Тек қана черный заттарды аламыз, черный заттар таңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Және де осы каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз челленджімізді жалғастырамыз. Біз қазір осындай черный батутқа келдік. Аватария сырты черный екен, прям біздің челленджімізге күштік үйлесіп тұр, черный батут. Черный машинамен келдік, черный батутқа. Жүріңдер, кеттік. Біз аватарияға келдік. Міне лифтке міндік. Кен Жасмин? Чоми. Анаште паучок. Черный паучок па? Тала күшті болып тұр. Арстанға қызық болып тұр бәрі. Черный киім киіп алған Арстан жоқта. Пысы бұлар. Міне аватарияға кіріп бара жатырмыз. Ей, ашыл. Дверь откройся. Сусим откройся. Түнде. Ал мінекей біз аватарияға келдік. Бүгін адам аз болып, күшті болып тұр екен. Жақсы болды ғой. Ана жақта Арстан жоқ ойнап білген жатыр. Қазір Тами жүр. Тами нақтан слайм алам дейді. Біз мына жақтан енді черный заттар алуға тырысамыз. Черный не бар екен бұл жақта? Черный мишка бар екен. Черный. Ештеңе көрмей тұрмыз, что-то ше? Черный Орео. Черныйға жатама достар. Бар ғой онда үйде. Черный бар екен, мындай бар екен. Сосын мындай бар екен. Мишка бар екен черный. Ау, не аласың? Бұл черный емес қой. Черный болса аламыз. Черный болса аламыз. Жақта ері черный машина қарап тұр ғой. Ондай кішкентай черный машиналар бар екен. Бар ондайлар үйде. Бұның бәрі үйде бар негізі. Қан слайм, қаны? Черный слайм көрейік. Қандай алайш? Мишка ма? Бұндай аласың ба? Бұндай мишка жоқ па үйде? Қазір қотыр. Міне слайм бар екен дайықта. Слайм беріңізші. Мен мынандай
Сізді түсірмеймін. Біз черный слайм таппадық. Осылай желтый алайын деп жатырмыз енді. Ішінде единорог бар. Жасмин мындай мишка алайын деп жатыр. Черный, иә? Қайсы ол, қайсы? Коромиді беріңізші. Короми черный емес қой, бірақ енді ала салайық мағыл. Бірақ та кока-кола, черный кока-кола бар екен. Черный кока-коланы көрсетіңізші. Мынау, аха. Қарсай, Жасмин, черный кока-кола бар екен. Қыстарына ішінде не шығады деп ойлайсыздар, черный кока-кола. Біз черный біраз заттар алайын деп жатырмық. Міне, мынау коктейль екен, Марстың черный коктейлі. Да, мынандай мишка тауып алды Жасмин. Әдемі черный мишка. Черный. Мынау черный кукла таптық. Қараңыздар, шашы черный, киімі де әдемі екен, иә. Күшті екен, иә. Тәмин сондай аласың ба? Ол сондай алайын деп жатыр қазір. Ереді видео түсіріп жатыр. Біз Жасмин екеуміз шопинг жасауға келдік. И осындай үйге киетін мишканың ба? Бұл не екен ғой мынау? Беззубик. Беззубик ше, дракон ше? Иә, беззубик. Соның киімін тауып алып бұны, черный. Оны қатты жас көрем. Осылай алайықшы. Болды, аласын давай, еста. Енді черный ғана киім алуымыз керек, иә біз, иә? Тек қана черный киімдер көреміз, даяқтан. Черный трико таптым. Жаш черный лосин алайықта саған үйге киетін. Иә. Қазір Жасминнің размерін тауып аласың. Мына бір размер келеді сияқты. Жасмин, қарады саған келе ме мына размер? Келе ме? Ұстап көрші. Келетін сияқты, иә? Қандай жасын 146 деп жазыпты, так, размерін. Жасы қай жерде жазылып тұр? Қастай тұр? Так, жасын көріп алайық. Әйтпесе симай қалуы мүмкін. 146 дейді, ала берейін, иә? Саған келетін сияқты осы. Давай, екі зат, черный зат алдық мұны, достар. Ал біз келесі покупкамыз осындай анимешный черный футболкамен черный лосин алайын деп жатырмыз, иә? Күшті ма, Жасмин? Қызым өзі де анимешный киім киіп алады. Өзі жас көреді ғой анимешный киім. Лосинімен футболкасын алып жатырмыз. Өте әдемі екен, иә? Ал біз күшті шопинг жасадық, күшті покупкалар алдық. Агуша-магушаға деп отырып алдық. Қара киімдер алдық, иә? Точнее, күшті қара киімдер алдық, әдемі. Үйге барғанда киіп көрсетеміз. Біздің челлендж ұнап отыр ма, Жаш? Иә, қара ручка алдық. Қара ручка алдық. Енді қара заттардың барлығын алдық, иә? Ал енді біз батутқа қайтадан келе жатырық, себебі Жасмин, Арсайчук, Тамикош, Арсайчук, папасы үшеу батутта ойнап жүр. Арсайчук черный киім киіп алып, ойнап жүр екен мына жақта. Біздің челленджіміз өте керемет өтіп жатыр деген ойдамын. Бұл челленджді біз ұтамыз деген ойдам, себебі ережені бұзбай, тек қана черный киім киіп, черный заттар алып, черный шопинг жасадық даже. Сәлем, достар! Сәлем, достар! Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, алдыңғы видеоларда көбінше сарывилар қара түсті таңдаса, ал біз тек ақ түсті киім киіп, ақ түсте тамақтанып, 24 сағат бойы ақ түсте өмір сүретін боламыз, иә? Ал ендеше кеттік. Ақбаянның бүгін аққу биін билейді. Біздің челленджімізге де күшті сәйкес келіп тұр. Аппақ киім барлығы. Қазір аппақ қанатын тағамыз, сіздерге биін көрсететін боламыз, иә, Ақбаян, иә? Келдік. Ақ түсті заттарды көріп жатырмыз. Ақбаян, ұнай ма? Ұнап тұрған жоқ дейді. Мына жерде де ақ киімдер бар екен. Қандай ұнап тұр саған? Осындай аппақ көйлек ұнап тұр ма? Жарайды. Біз ақ түсті тамақтануға маркетке келдік. Қыздардың үстінде киім, бірақ ше ақ емес, ішінде ақ киімдер бар. Просто куртка жоқ екен, жеңіл киіндіріп әкелейінші деп едім. Қыздар жаурап қалаға дедім, иә? Күн өте бізде суық болып келдік. Мынандай ақ түсті бар екен, жата ма жатпай ма екен? Мынау да жатады ғой, иә, достар, иә? Тағы не бар екен?
келесі қазір көрейік. Жейтін зат аламыз. Тағы не бар екен ақысы? Андай ақ құрт аламыз ақ баян? Заттар іздеп жатырмыз. Достар, ақ түсті заттар өте аз. Ау. Мынау жата ма ақ түске? Сырты ақ болып тұр. Жатады, иә? Қыздар жейтін нәрсе емес, ойнайтын ойыншықтарға қызығып жүр. Жейтін нәрсе керек қой. Алдық ақ түсті заттар, тағы іздейік жүріңдер. Достар, енді біздің кезек тамақтануға келді, иә? Жаңа магазиннен барып тамақтар алып келдік. Ақ түсті таппадық, иә, қыздар, иә? Сонымен ақ түсті сүт алдық. Міне айран алдық. Құрт, және де кәм қыздар көрсетіңдер, не алдыңдар? Құрт, чипси и кекс алдық. Кексті көрсетші де, кексті достар біз сырты ақ болғаннан кейін алдық, иә? Бірақ ішінің түсі қандай екенін білмейміз. Егер қара түс болса, бізге жеуге бола ма, болмай ма, достар, бізге айтыңдар, иә? Бірақ азғандай зат ғана таба алдық, иә? Қалған түсінің бәрі сырты қара, қызыл, жасыл, әртүрлі түсте екен, ақ түс. Почему-то аз екен. Ой, түсі кекстің түсі қара екен, достар. Жеуге бола ма, болмай ма? Сырты ақ болғанмен іші қара екен. Есіңдер ма сонда да? Жеңіліп қаламыз ғой көп жасар айлардан. Жарайды, тек көріңдер, шал ешін селтпейді. Олай деді, достар кешіре ма, кешірмей ма, көреміз. Ал оны айранға қосып жесеңдерші, айранға батырып. Сол кезде, айым, міне айран. Жақындатып берейін. Сол кезде мүмкін түсі аққа боялады екен. Біз шешімін тапқан сияқтымыз, иә, қыздар, иә? Ешнәрсе қылмайтын, қазір сүт жедім қызым. Ас болсын, қыздар. Құрт, сосын деген бар, чипсиларын жейтін болады, иә. Достар, кстати, бізде мынандай алған болатынбыз. Бірақ оның түсі қара екен. Сүтке қосып жеуге бола ма, болмай ма, комментарийге жаза кетіңіздерші, өтініш.